Ассалаумағалейкум. Бүгін екі примерді қарастырамыз. Комбинация нагрузка және предельное состояние разделында соңғы сабақ болады. Пример 1. Определите значение коэффициентов гамма и пси для проверки офисного здания от опрокидывающих нагрузок в точке Б. Бізде здание берілген, точка Б берілген, әсер етіп тұрған временный нагрузка бар, ветер бар, және де екінші временный нагрузка бар, әсер етіп тұрған постоянный нагрузкалар бар. Здание бізде консольный часть бар, байқаймыз. Опрокидывающий нагрузка жел осы бағытта беріліп тұрған болса, зданияны былай опрокидывать еткісі келеді. Сол опрокидывающий нагрузкаға қарсы есептеген кезде расчетный нагрузка бізде анықталу керек. Соған байланысты расчетный нагрузка анықталу жолында мақсатында гамма коэффициент пен пси коэффициентті анықтау керек. Значениялар берілмеген нагрузкалардың, бірақ біз комбинациясын анықтайық. Опрокидывающий нагрузканы біз уже білеміз. Бұл проверка устойчивости здания А комбинациясы арқылы основное сочетание болып саналады. Бірінші предельный состояние бойынша постоянный нагрузкалар 1/1 немесе 0,9 коэффициенттерімен есептелінеді. Бұл гаммада временно доминирующий нагрузка 1,5 және сопутствующий переменный нагрузкалар тоже 1,5 коэффициентпен болады. Основное сочетание болғаннан кейін основное сочетанияның нагрузкасы мына формуламен есептелінеді. Гамма значениялары гамма G, гамма Q, гамма Q осы значениялар болады, және сопутствующий переменныйлар уменьшающий коэффициент пси 0-мен қолданылады. Бізде бұл офисный здание болғаннан кейін пси 0 значениясын национальное предложение мына таблицадан көре аламыз. Офисные площадки пси 0 0,7-ге тең болады. Екі временный нагрузка болғаннан кейін екі возможное сочетанияны қарастырамыз. Әрқайсысы бір доминирующий болған кездерінде постоянный нагрузка бізде консольная часть болғаннан кейін наименее благоприятный зданияның мына бөлігіне постоянная нагрузка 0,9 коэффициентпен болғаны, консольной частьна максимально 1/1 коэффициентпен болғаны наименее благоприятный болып табылады. Опрокидывающая нагрузка консольной частьна временная нагрузка доминирующий бірінші сочетаниясында доминирующий жел болады, 1,5 гаммасы көбейтілген желдің нагрузкасы, екінші сопутствующий переменный нагрузка пси 0 мен 0,7 көбейтілген 1,5 Q екінші временный нагрузка болады. Енді екінші сочетанияда уже желді біз сопутствующий болады, доминирующий Q болады временный нагрузка, пси 0 мен жел көбейтіледі. Мына жерде негізі 0,6, себебі мына жақта қарасақ тоже осы таблицада ветровой нагрузканы көрсетілген. Пси 0-ға 0,6 біздің национальный предложение бойынша, бұл басқа елде может 0,5 шығар. Бізде 0,6. Постоянное воздействие коэффициенттері өзгермейді. Осындай болады. Жазбаша түрде формула анықтайтын болсақ, 0,9 консольный, основной часть здания 0,9 коэффициентпен болады. Бұл гамма 1/1 консольный часть көбейтіледі, тоже гамма G. Бірінші сочетаниясында временный нагрузка доминирующего гамма 1,5 болады, екіншісінде тоже гамма 1,5 және уменьшающий коэффициент 0,7 пси 0,7-ге тең болады. Екінші сочетанияда өзгермейді постоянное воздействиеға бізде, енді бірақ временный нагрузка доминирующий болады, және желдің нагрузкасы сопутствующий болған кезде 0,6-ға көбейтіледі, 1,5 гамма және желдің нагрузкасы. Осы екі нагрузканың ішінде наименее благоприятный нагрузка анықталып, сол нагрузка бойынша конструкция опрокидывающих нагрузкаларға есептелінеді. Екінші примерді қарайық. Простая опорная балка бізде тұр, балка.
является частью конструкции торгового комплекса, который воспринимает нагрузки, как показано ниже, определить расчетную нагрузку предельного состояния по эксплуатационным пригодностям. Екінші предельное состояние бойынша нагрузкаларды анықтаймыз. Торговый комплексте тұрған балкаға әсер етіп тұрған күштер: постоянная нагрузка 20 килоньютон метрге, бірінші временный нагрузка 10 килоньютон метрге, екінші временный нагрузка 2 килоньютон метрге. Екі временный нагрузка көрдік, уже екі возможный сочетания болады. Сол нәрсені сразу ескерейік. Торговый комплекс екенін ескерейік. Торговый комплекс болатын болса, сол таблицаға қайтып келеміз. Категория D-ны қарасақ, торговой площади бұл жерде пси-0, пси-1, пси-2 бізде 0,7, 0,7, 0,6 болады. Соны ескерейік. Екінші предельное состояние білесіздер, үш түрлі комбинация бар. Характеристический, частый, квазипостоянный. Алдыңғы сабақта қарастырдық әрқайсысын. Осы үш возможный комбинациямен нагрузкаларды қарастырып көрейік, қай кезде қандай значениялар шығатын. Характеристическийда біріншіден второй предельное состояниеде бүкіл гамма коэффициенттердің барлығы бірге тең болады. Соны ескере кетейік. Постоянная нагрузка қосылған временный доминирующий өзі болады. Және де пси-0 мен сопутствующий переменный нагрузка болады. Солай есептесек, 10 килоньютон доминирующий кезде 31-де 4 килоньютон метрге шығады. Екіншісінде 10 килоньютон бізде сопутствующий және 2 килоньютон доминирующий кезде 29 килоньютон шығады. Частый комбинацияда постоянная нагрузка доминирующий кезде, доминирующийдің өзінде ол пси-1-ге көбейтіледі, уменьшающий, ал сопутствующий пси-2-ге көбейтіледі. То есть 10 килоньютон доминирующий кезде 0,7-ге көбейтіледі, 2 килоньютон 0,6-ға көбейтіледі. Екінші сочетаниеда уже 2 килоньютон бізде 0,7-ге көбейтіледі, 10 килоньютон 0,6-ға көбейтіледі. Значениялар 28-де 2, 27-де 4 килоньютон шықты. Квазипостоянныйда доминирующий деген жоқ, көріп тұрмыз. Постоянная нагрузка қосылған пси-2 уменьшающий мен временный нагрузкалар, то есть 0,6 көбейтілген 10, 0,6 көбейтілген 2, 27-де 2 килоньютон шығады. Үш комбинацияны салыстырған кезде, үшеуін есептеген кезде қараймыз, ең үлкен нагрузка характеристический комбинацияда көруге болады, ең кішкентай нагрузка бізде квазипостоянныйда шығады. В принципе, частыйда да тоже. Екінші сочетаниясы частыйдың тоже азырақ болып шығып тұр. Енді алдында айтқандай, екінші предельное состояниеде характеристический комбинация здание өзінің қалыпты жағдайында тұрғанның өзінде максимальный нагрузка болған кезде, зданияның поведениясын қарайтын кезде қарайтын проверкалар, мысалы характеристическийда ең үлкен нагрузкалар екінші предельное состоянияның ішінде. Частый мен квазипостоянный комбинация конструкция өзінің қалыпты жағдайында поведенияларын көргісі келсе, осы нагрузкалармен есептейді. То есть здание қалыпты жағдайында 50 жыл, 25 жыл, 30 жыл өзінің срок эксплуатация жасап жатқан кезде прогибтары қандай болады, трещинасы қандай болады, сол нәрсені тексерген кезде расчетный нагрузкаларды осы комбинациялар бойынша есептеуге болады. Осымен біз екінші разделді бітіреміз, предельное состояние, және де үшінші разделға келесі сабақтан бастап көшеміз. Рахмет.